сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы оразақын асқардың шетте жүрген балаларға шығармасы бойынша өзге елде сұлтан болғанша өз үйінде ұлтан бол тақырыбында әдеби эссе жазу, шығармада көтерілген мәселелерді ескере отырып, оған өз пікіріңізді қоса отырып әдеби эссе жазуыңыз керек. Енді сабақты бастамас бұрын, эссе жазбас бұрын оразақын асқардың шетте жүрген балаларға өлеңіне бір шолып шығайық қайтадан. Біз білеміз, оразақын асқардың шетте жүрген балаларға өлеңі әртүрлі тағдыр тәлкегімен туған жерінен шетел асып кеткен біздің қандастарымызды өз отанына, туған жеріне шақыру екен. Себебі оған себеп болған оразақын асқардың өзінің сол шетелде Қытайда дүниеге келіп, өз ата мекеніне, қазақ жеріне оралуы. Өзі оралғаннан кейінгі атқарылған қазіргі кезде тәуелсіздігіміз алғаннан кейін 30 жыл өтсе де мынау елбасымыздың нұрлы көш бағдарламасына қарамастан біздің қандастарымыздың әлі де шетелде 5 миллионға жуық қандастарымыз бар екенін деп білеміз. Мына осы мақсатта сол шетелдегі қандастарымызды өз отанына шақыруға мақсатында жазылған шетте жүрген балаларға өлең екенін біздер білеміз. Енді мынау тарихқа үңілсек, мынау Сұлтан Бейбарыстан бастап өз елінде, өзге елге тағдыр тәлкегімен кетіп қалған Сұлтан Бейбарыс өзге елде патшалық құрғанмен өмірінің соңында өз елінің, туған жерінің жусанын аңсап еліне қайта оралуының өзі біздің халқымыздың туған жерге деген сүйіспеншілігінің ерекше екенін куәсі. Солай ғой, балалар. Енді осы сабаққа түспестен бұрын мына тақырыпта құптай ой толғап алайықшы. Туған жер, бауыр, оралу деген сөздерді қолдана отырып, осы оразақын асқардың өлеңнің идеясын қоса отырып, өз пікірімізді білдірейік. Қандай ойларыңыз бар? Кім айтқысы келеді қазір? Кім айтады? Ал Ақбөбекті тыңдап қарайықшы. Осы туған жер, бауыр, оралу деген сөздерді оразақын асқардың шығармасымен байланыстырып қарайық. Менің ойымша, әр адамға өз туған жері ұстауы керек деп ойлаймын. Және де өз адам баласы өз балаларын қалай жақсы білсе, өз ағайынға сүйіншікпен жақсы көру керек деп ойлаймын. Жалпы ораз асқар адам шетте жүрген балаларға өлең идеясын жалпы шетте жүрген қандастарымызға қайта оралуының негізін қалаған деп ойлаймын. Қазіргі ол былай дейді, қазіргі таңда қазақ жеріне өз отанына оралып жатқан қандастарымыз көп. Және де тағы мысал келтіретін болсам, өз отанына оралған қандастарымыз әлі күнге дейін азамат атауларын ала алмай жүр. Жалпы осы ойды қорытындылай келетін болсам, мысалы біз басқа елден келген өзіміздің қандастарымызға оралғанымен көмек етпей, оның керісінше күйеу құшағымызға тартып, бауырымызды деп сыйлап, жанашыр танытсақ, бізге асқан тақырыптар деген не болмас деп ойлаймын. Өте жақсы. Ақбөбектің пікіріне қосыламыз. Солай ғой, себебі шет елден, өзге елден, өз ата мекеніне оралған қандастарымызды біз құшақ жая қарсы алған халықпыз. Солай ғой, енді оларды сыртқа теппей, ортада тарту арқылы біз елімізді ағарай көркейтеміз. Бірлік пен татулық болғанда ғана бұл мәселе жүзеге асады. Жақсы, тағы кім? Қоқыс формуласы арқылы талдаймыз, иә? Кім? Майя, айта ғой. Майяның ойын тыңдап қарайық. Менің ойымша, туған жеріне, ата мекеніне, қиындықтарға байланысты туған жерін жасап кеткен адамдар осы өзінің ата мекеніне қайтадан оралуын тілеп жатыр. Оразақын
Оны былай да айта аламын. Өлеңім онда бәрін байлыққа, тіпті ие болсаңдар да, атақтанға, бірге ұрпақ басын жақын болашаққа, болыңдар құштақтан екен жаққа. Бұл Оразақ Асқардың шетте жүрген балаларға өлеңінің өзінде ол қиындықтарға байланысты кетіп қалған кісілерді, адамдарды қайттан өз ата-мекеніне шақырып жатыр. Сол жақта шетелде үлкен жетістікке жетсеңдер де өз ата-мекендеріне қайтарып оралыңдар деп үндеу жасап жатыр. Оның мынандай мысалдарын келтіре аламын. Мысалы, Қанат Ислам спорт бойынша Қазақстанды дүниежүзіне танытқан кісі, Майра Мұхамедқызы, Мұстафа Өзтүрік, Алмас Ахметбекұлы, осы кісілер шетелден қайтып оралған ата-мекеніне Қазақстанды дүниежүзіне танытқан атақты кісілер. Енді қорытындылай келе, шеттегі қандастарымызды туған жеріне оралып, кең байтақ даласының суын, ауасын жұтып, осы жерде ұрпағын жарқын болашаққа жеткізіп, мемлекетімізді көркейтеді. Оразақ Асқардың шығармасының идеясына сай, мынау біздің көзқарасымызда сол кісінің идеясымен астасып жатыр. Шет елдегі қандастарымызды өз елімізге келіп, өзге елде көркейсе де, басқа жерді ауасы да артық болуы мүмкін, немесе суы да, тасы да, тауы да біздің туған жерден артық болуы мүмкін. Дегенмен өз еліне келгенде ол одан да кері болады деген пікір айтады Оразақ Асқар. Енді ары жалғастырайық сабағымызды. Мынау жаңағы Майяның пікірінде айтқандай, өзге елден келіп, өз ата мекенінің, өз жерінің, өз ұлтының, өз халқының атағын даңқын асырып жүрген біздің көптеген қандастарымыз бар. Жаңағы Қанат Ислам, немесе Майра Мұхамедқызы, немесе мынау жазушы Қабдеш Жұмаділ, ақын Төлеген Айберген талғауға болады. Немесе мынау осы Оразақ Асқар ақынның өзін мысалға келтіруге болады. Қазақ мәдениетінің, қазақ әдебиетінің көптеген жоғарғы белестерге көтерілуіне өзінің үлесін қосып жүрген үлкен тұлғаларға айналғанын білеміз. Енді мынау соған қарағанда қазақ жерінің, ата мекенінің қадірін бізден гөрі сол шет елдерден оралған қандастарымыз әлдеқайда артығырақ түсіне ма деген пікірге келуге болады. Солай ғой. Енді сондай бір мәлімет сіздерге беріліп отыр. Қызық мәлімет. Осы мәлімет бойынша топтық жұмыс, екі топта топтық жұмыс. Мынау берілген мәліметтерді шығарма идеясымен байланыстыра отырып талдап шығамыз. Сіздерге мәліметтер берілді, тақтада да бар. Қарап, осы мәліметтерді сүйене отырып, берілген шығарманың идеясын талдауымыз керек. 2 минут уақыт берейін, оқып шыға қойыңыздар мәліметтерді. Тапсырманың ескертусі берілген мәліметті шығарма идеясымен байланыстыра отырып талдап шығуымыз керек. Берілген мәліметтер десе басқа өздеріңіз білетін мәліметтер болса, қосымша пайдалана беруге болады. Алтын айтады, қай топтайық? Топтар дайын болса, бірінші топтан сұрақ қарайық, кім қорғайды? Ал Аймира? Қазақ елі бұрынғы негізде көп көп
қиыншылықтарды көрген, сол себепті басқа елдерге кетуге мәжбүр болды. Қазақ халқы Ахмет Жұбанов айтқандағыдай мың ойлы мың тілді халық. Ана мәліметте не берілген? Кім қосатта? Не қылдайды? Қайсысын айтасыңдар? Қандай мәлімет берілген? Дүние жүзінен махаббат не айтасың, айтшы? Сол мәліметті қарап отырып айта беріңіз. Мәліметте қазіргі таңда басқа шетелге тұрған қазақтардың миллионға жетіп қалғаны және оның 2 миллионнан астамы Қытайда жеткен және оның бұл жаққа баруы өздерінің қалауымен тағдырдың құбылысымен болады. Екінші мәліметті қарашы. Екінші мәліметте осы өзіміздің қандастарымыздың өздерінің әдет-ғұрыптарын қалыптастырып қалғанын және әлі күнге шейін Жақсы. Жауабына қанағаттансақ 3 шақалақ, орташа десек 2 шақалақ, төмен десек 1 шақалақ. 3 шақалақ береді. Жақсы отыра ғой. Мына жақтан мақсаттан қазақтың өткен құрылыстар қиыныстау кезінде халқымыз аштық пен өлім қуғынға ұшыраған. Оның зардабы, яғни жартысының көбінің қырылуы, тірі қалғандардың ыдырап басқа елге қашып кетуі туралы қазіргі таңда айтылып жатыр. Себебі осы тарихты біздің ұрпағымыз білген жөн. Олар қай шетелде тұрақтағаны туралы және де қалай еңбек етіп, өз ұрпақтарын өркениеттеп жатқаны туралы жазылып жарияланып жатыр. Ана екінші мәлімет туралы айтыңдар. Бірінші мәліметте бізге шет елдерде тұрып жатқан қандастарымыз қай елде қаншалықты тұрып жатқаны туралы айтады. Солай ғой, бұл елде. Сол әр елде тұрып жатқан қандастарымыздың өз тілін, өз салт дәстүрін өте берік ұстайтындығы. Бізге қарағанда, біздің елімізде тұрып жатқан қандастарымызға қарағанда, шет елдерде тұрып жатқан. Мысалы, Қытайда 2 миллион деді. Өзбекстанда 1.400.000, солай ма? Тағы қай жерлерде? Түркияда, Қырғызстанда, көптеген дүние жүзінің 40 елінде біздің қандастарымыз тұрып жатыр. 40-тан астам елде қандастар. Міне солардың сандық мөлшерін бере отырып, олардың өз тілін, өз салт дәстүрін өте берік ұстанып отырғандығы туралы айтады. Ал екінші мәліметте не айтады? Ана астында кішкентай. Қытайдан қазақ еліне оралған қандасымыздың Қытайдың Жиырма жыл бойы Қытай мен қазақ елінің арасында тасымалмен айналысқан. Не қарай? Көшірумен айналысқан. Және орта жолда көптеген көші-қонға оңай болу үшін әртүрлі асханалар мен қонақ үйлермен қамтамасыз етті. Көрдіңіздер ғой? Сонда біз жаңа айтқан елбасымыздың нұрлы көш бағдарламасының жүзеге асуына үлес қосып отқан бұл кім? Шет елден келген біздің қандасымыз. Ал қандай түйінге келуге бар осы арқылы? Қандай түйінге келуге бар? Жарқын айдың жауабына қалай бақтың қанат? Мен енді қараңыздар, жаңағы айтқан
мая бастап қозғап кетті. Біздің қандастарымыз жаңағы екінші мәліметтен көріп отырсыздар. Шет елден өз еліне оралған, ата мекеніне оралған қандастарымыздың елімізді көркейтуіне, мәдениетінің, немесе өнеркәсібінің, кәсіпкерлігінің, әдебиетінің, спорт саласының дамуына үлес қосуы бар ма жоқ па? Өте көп екенін көрмедіңіз. Солай ғой. Міне сонда мынау кеңес үкіметінің тұсында біздің әр жерде тарап жүрген қаржы тәлкегімен кеткен қандастарымыздың бар екенінен бейхабар халық едік. Тәуелсіздік алғаннан кейін біз өз отанының, өз еліне, шет елде, әр елде тарап кеткен, әртүрлі тағдыр тәлкегімен тарап кеткен қазақ қандастарын шақырып жатырмыз. Солай ғой. Оған үлес қосқан бірден бір қандай бағдарлама деді? Нұрлы көш бағдарламамыз. Енді бүгінгі сонда шығарманың негізгі идеясының түпкілері өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде сұлтан бол. Жаңағы өзге елдің жақсы өмір сүріп жатқан, ештеңеден кенде емес жақсы өмір сүріп жатыр. Бірақ оларға бәрібір жетпей тұрған бір нәрсе, ол атамекені туған жеріне оралу керек. Әлі де біз біліп отырмыз, тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болса да 5 миллионға жуық қандасымыз дүниежүзінің әр елінде жүргендігін көріп отырмыз. Енді онымен осы мәселелерді қамтиын отырып, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты өзге елде сұлтан болғанша өз елінде сұлтан болу деген тақырыпта жазуымыз керек екен. Әдеби эссе жазамыз, жазылым барысында стильдік, тілдік ерекшеліктерді сақтаймыз, өз ойымызды креативті жеткіземіз. Эссенің сөз саны 150, 120, 150 сөзден кем болмау керек. Ал кәне шығармаға кірісейік.